Баршаңызға сәлем, сіздермен Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі йогуртпен оладьилер дайындайтын боламыз. Оладьимыз өте оңай жасалады және тез жасалады. Ең бастысы дәмді. Ал сіздер менімен бірге болып, видеомды соңына дейін көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алыңыз, сонда менде жаңа видео шыққанда сізге бірінші болып көрінетін болады. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біз алдымен өзімізге керекті барлық заттарды дайындап аламыз. Қай заттың қаншадан керек екенін описанияға жазып қалдырамын. Йогуртымызға 2 жұмыртқаны салып осылай араластырып аламыз. Оның үстіне еріген сары майымызды саламыз. Егер йогурт болмаса, сіздерде айран немесе сұйық йогурт болады. Сұйық айран, үйдің айраны қандайын болса да қолдансаңыздар болады. Міне сары майдан кейін шекерімізді салып тағы араластырамыз. Құрғақ заттарымызды, яғни ұн, сода, разрыхлительді өзін бірінші жеке араластырып аламыз да, сосын барып біздің сұйық массамыздың үстіне салып, жақсылап біркелкі қою масса болғанша араластырып аламыз. Міне бізде осындай қою масса болды. Газге табамызды қойып, ішін майлап, оладьилерімізді біртіндеп әдемілеп бәрін қасықпен құйып шығамыз. Газдың астын орташадан кішкене төмендеу қылып пісіріп аласыздар. Міне құйып алғасын бетін жауып қоямыз. 1-2 минут ұстап, міне осындай көріп тұрғандарыңыздай уже тесіктер пайда болған кезде екінші бетіне қарай аударамыз. Екінші жағында қызартып пісіріп аламыз. Міне сонымен біздің оладьилеріміз дайын болады. Достар, міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сосын жақындарыңызға вареньемен, қаймақпен ұсынып бірге жейсіздер. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған пікір қалдырыңыздар. Сіздерге видеоларым ұнай ма? Қандай жаңа рецепт күтесіз?